Қайырлы күн әріптестер. Бүгінгі сабағымызда морфология тарауына тоқталатын боламыз. Сын есім, сын есімнің мағыналық түрлері, шырайы, сын есімнің шырайлары, жалпы сын есімнің сөйлемдегі қызметіне тоқталатын боламыз. Жалпы сын есім тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінетіні белгілі. Негізгі сын есім дегеніміз түбір сын есім, яғни сол күйіндегі ешқандай жұрнақсыз, жалғаусыз түбір күйінде тұрған сын есімді біз негізгі сын есім деп айтамыз. Сары, тәтті, кең деген секілді. Туынды сын есім сол негізгі сын есімге жұрнақ жалғану арқылы жасалған. Мысалға, басқа сөз табында тұрған түбір сөзге сын есім жасаушы жұрнақтар жалғану арқылы туынды сын есім жасалады. Мысалы, көш деген сөздің жалпы мағынасы екі түрлі мағына. Көш жаңағы кетіп көшіп бара жатқан көшті біз айта аламыз. Ол кезде не деген сұрақ қоямыз, иә? Көш екінші бір мағынасы, яғни бұл жерде омоним сөз, етістік, көш. Көшпелі деген сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы туынды сын есім пайда болды. Сөз деген түбір сөзге шең деген сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы туынды сын есім пайда болды. Яғни туынды сын есімдер негізгі түбір сын есімге де сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы және басқа сөз табындағы тұрған сөздерге, яғни зат есімге, етістікке сөз тудырушы, яғни сын есім тудырушы жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Сонымен қоса, сын есім құрамына қарай дара және күрделі сын есім деп бөлінеді. Дара сын есім бір ғана түбірден тұрып, бір ғана сындық мағынаны білдіреді. Күрделі сын есім дегеніміз тіркесу арқылы, қосарлану арқылы жасалатын сын есімнің түрі. Ақ киімді. Қандай? Ақ киімді. Қара торы. Тап-таза деген секілді. Мағынасына қарай сапалық және қатыстық болып бөлінеді. Сапалық сын есім дегеніміз сындық белгіні анықтайтын негізгі сын есім. Бұған туынды түрі қызылдау, биік, үлкен, көкпеңбек деген секілді сын есімдер. Қатыстық сын есім дегеніміз, яғни түбірі, негізгі түбірі басқа сөз табы. Оған жаңағы сөз тудырушы жұрнақ жалғанып, басқа сөз табынан сын есім жасалуын біз қатыстық сын есім дейміз. Мысалға, өнер деген өнерлі бала. Қандай бала? Өнерлі бала. Өнерлі деген бізде, егерде тұлғасына қарай талдайтын болсақ, туынды сын есім, құрамына қарай талдайтын болсақ, дара сын есім, ал мағына жағына қарайтын болсақ, қатыстық сын есім. Себебі бұл жерде белгілі бір жұрнақтың қатысуы арқылы сын есім пайда болды. Өнерлі. Аспалы шам. Бұл да қатыстық сын есім, себебі бұл аспалы қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни бұл сын есімнің туына жұрнақ, яғни белгілі бір басқа жұрнақ әсер етті, яғни белгілі бір жұрнақ қатысты. Сол себептен де бұндай сын есімдерді біз қатыстық сын есім деп айтамыз. Ал енді жалпы сын есім жасайтын жұрнақтар міне алдарыңызда. Есім сөздерден сын есім жасайтын жұрнақтар,
етістіктерден сын есім жасайтын жұрнақтар, мысалға есім сөздер дала деген есім сөзі, зат есім дала, лы деген сөз тудырушы жұрнақ жалғанып, сын есім жасалды. Орманды, баласыз, жазғы, ұйқышыл, міне алдарыңызда тұрған есім сөздерден сын есім жасайтын жұрнақтар. Сонымен қоса етістіктен де сын есім жасайтын жұрнақтарға тоқталайық. Жабыс, қақ, жабыс, етістік несте? Жабыс. Үркек, ашық, аш, есікті аш деген секілді. Ық деген бізде етістіктен, яғни сын есім жасайтын жұрнақ. Сонымен қоса, сын есімнің бізде шырайлары бар. Шырай категориясы деп айтамыз, шырайы. Жалпы 3 шырай бар. Бастапқыдан келе жатқан кейінгі мынау жаңа оқу программасында 2 ғана шырайдың түрін айтып жүр. Жалпы бастапқыда ең алдымен осындай 3 шырайдың түрі, яғни жай шырай, бұл заттың жай ғана сындық белгісін білдіретін сын есімнің жай шырайы, ешбір қосымшасыз түбір күйіндегі тұрған сын есім, яғни негізгі сын есім нен жасалады? Биік, үй, жақсы деген секілді. Салыстырмалы шырай бір заттың сындық белгісін екінші затпен салыстыру арқылы жасалады, немесе артық, немесе кем екендігін білдіреді. Мынадай жұрнақтар арқылы ырақ, ірек, ырақ, ірек, лау, леу, дау, деу, тау, теу, қыл, ғылтым, шыл, шіл, аң, қай, ғыш, шылтым, шілтім, ілдір, ша, ше, шай, жылы, лау, ақ, шыл, бозаң, қоңыр, қай, ұзын, ша деген секілді салыстырмалы. Мынадан қарағанда ұзын, шалау деген секілді. Күшейтпелі шырай, кейде асырмалы шырай деп айтып жатамыз. Яғни бұл өте тым, нағыз, орасан, кілең, аса, нақ деген күшейткіш үстеулердің үстелу арқылы, қолданылу арқылы жүзеге асады. Өте жарық, тым ауыр, ең әдемі деген секілді. Осы жерде ескеретін бір жайт, ақ, көк деген сын есімдер күшейтпелі шырай түрі төмендегідей болады. Әппақ, көкпеңбек, өте ақ, немесе тым ақ деп айтпаймыз. Яғни әппақ, көкпеңбек деп айтамыз. Жаңа буын оқулығында, жаңа мен айтқан болатынмын, сын есімнің 2 ғана шырай түрі, салыстырмалы және күшейтпелі шырай деп қана беріледі. Жаңағы жай шырай жоқ. Асырмалы шырай күшейтпелі шырайға қосылып көрсетілген жаңа оқулықта, жаңа оқу бағдарламасында. Ал жай шырай сөздердің жаңағы ешқандай жалғаусыз, ешқандай қосымша болмағандықтан оны шырай түріне жатқызбаған. Ал енді осы сын есімдердің сөйлемдегі қызметіне тоқталайық. Жалпы сын есім сөйлемде қандай, қай деген сұраққа жауап беру арқылы анықтауыш болады. Қардағы қызыл сары гүлдер көздің жауын алады. Қырдағы қызыл сары гүлдер, қандай гүлдер? Қызыл сары деп айтамыз. Заттанған сын есім атау септігінде тұрып, бастауыштың қызметін атқарады. Сыпайы сырын сақтар. Кім сырын сақтар? Сыпайы. Бұл жерде біз қандай адам деп айтпаймыз. Кім сырын сақтар? Сыпайы. Яғни бұл жердегі сын есім заттанып кетіп тұр. Яғни адамға қатысты айтып тұр. Сын есім заттанып келіп кейбір кезде толықтауыш болады. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Жаманға сырыңды айтпа. Яғни заттанып келіп, және оған
шығыс септігінің, барыс септігінің жалғаулары жалғану арқылы толықтауыш болады. Яғни атау мен іліктен басқа септіктердің жалғауы жалғанатын болса. Сонымен қоса, сын есім етістіктің алдынан келіп, іс-әрекеттің сынын білдіріп, пысықтауыш болады. Егер де етістіктің алдынан келетін болса, және де сол алдынан келген кезде жаңағы белгілі бір іс-әрекеттің сынын білдіретін болса, пысықтауыш болады. Ол домбырада шебер ойнайды. Қалай ойнайды? Шебер ойнайды, пысықтауыштың қызметін атқарып тұр. Ол футболды керемет ойнайды, яғни етістіктің алдында тұр. Етістіктің алдында тұрып, біз жаңа айтқан болатынбыз, пысықтауыштың қызметін атқарады деп. Сонымен қоса, сын есім сөйлемнің соңында келсе, баяндауыш болады. Сен менен өткен ақылдысың. Бұл жерде сөйлемнің соңында тұрғандықтан баяндауыш болады. Осымен сын есімге арналған сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.